Қайырлы күн, қымбатты команда. Мен сіздерге жаңадан шыққан функцияны көрсеткім келеді. Мынандай функция шықты. Мынау инстаграмдарыңызға кірген кезде мына жерде міне функциялар бар, иә. Жаңағы посттарыңыз, сосын екінші IGTV, сосын советы деген функция бар. Сосын соңғы төртінші функция бұл сіздің сохраненный публикацияларыңыз. Бірақ мен мына советы деген үшінші вкладканы көрсеткім келіп тұр. Бұл жоқ болса сіздерде, онда мына үстіндегі плюсикке басасыз. Үстіндегі плюсик, мінекей советы кітап сияқты астында тұрсыз. Осыған басасыз советы, және места, товары, публикации. Публикацияды таңдадым мен, публикации. Өсті публикацияды таңдап, қазір мен уже сақталған публикацияға кірем, иә, мынаған. Так, сөйтіп таңдайсыз да, бірнеше публикацияны ішіне кіргізесіз. Редактирование. Кіргізесіз де, мінекей. Не туралы, бұл сіздің жаңағы, бұл какой-то раздел сіздің бүткіл посттарыңыздың бір бөлігі, иә, осы жерде. Мысалға, мен сетевойда мен еще сонымен қатар дубляж жасағанды жақсы көрем, және ән айтқанды жақсы көрем. Осы жерге мое творчество дедім да, осы жерге мен өзімнің дубляжымды және өзімнің әндерімді салып қоймақшымын. Өйткені менің әндерімді, менің дубляжымды адамдар көру үшін, олар бүткіл ана инстаграмнан отыра ма жаңағы іздеп. Ол үшін мынау путеводитель болады менде. О чем этот путеводитель дейді. Мына жерге маған жазуға болады. Мен жаңағы ән айтқанды, дубляж жасағанды жақсы көремін. Осы жерде бүткіл менің творчествомен таныс боласыздар деген сияқты. Жазған жоқпын мен әзірге. Просто мое творчество деп жазып қойдым үстіне. Сосын әр сіздің публикацияңыз не туралы жазу керек соны. Мысалы, мой дубляж 1 деп жаздым. Мой дубляж 2. Бұл туралы да көбірек жазуға болады. Енді мен қазір редактировать етіп, тағы да бір публикация қосам мына жерге. Сохранить еткеннен кейін тағы да қосуға болады. Редактировать дегенге басып, иә. Мое творчество деген жерге мен өзімнің үйде жұмыс істеп отырып, ән айтқанымды бағана осы публикацияны ұмытып кеттім. Соны қосам, міне, готово. Міне, көрдіңіздер ма? Добавить название. Бұл добавить название жазбасам, ары қарай өткізбейді. Міне, готово деп бассам, міне, көрдіңіздер ма? У путеводителя должен быть заголовок дейді. Яғни мына жаққа жаз деп тұр да. Мен жазамын. Люблю петь. Құр енді мен андай қысқа сіздерге түсінікті болу үшін жазылып жатыр. Қысқа ғана айтып отырмын. Люблю петь. Мінекей, көрдіңіздер ма? Енді осыны сохранить етем. Готово. Міне, готово. Енді артқа. Енді мына жерде, міне көрдіңіздер, кітап сияқты. Осы жаққа кірсеңіз, 3 публикации, мое творчество, кіреміз. Мое творчество, мен мой дубляж 1, мой дубляж 2, люблю петь шығып отыр. Көрдіңіздер ма? Адамдар сөйтіп менімен спокойно менің творчествомды көру үшін бәрін ақтарып отырмай, жаңағы соны ғана көре алады менің творчеством. Сол сияқты плюс болып тұр міне қасында. Тура сөйтіп сіздер қайтадан публикация деген жерге басып, продукция туралы немесе басқады тағы да жаңағы іздеп отырмас үшін, мысалға акциялар или там продукция туралы, мен туралы или там менің командам или чектер деген сияқты сөйтіп бөліп мына бүткіл сіздердің уже қойылған посттарыңыздың ішінен бүйтіп таңдап, мысалға бүйтіп таңдап, міне ары қарай, иә, әрқайсына название беріп шығып, далее басып, сохранить етіп, сөйтіп публикацияға тағы да жаңағы сбросить. Так, мен бұны просто басып отырмын. Мына жерге тағы да қоса аласыз. Плюсик тұрған жерде сізде тағы да бір сохраненный болып тұрады. Сонда адамдар мына жерде оның бәрін іздеп отырмас үшін кіре салады да мына кітапшаға, иә, и тауып алады керегін. Мысалға, сіз ән айтып би билеген жақсы көрсеңіз, осы жерде мен ән айтқанды жақсы көремін, мысалға, соны тауып алады. Сосын біздің акциялар, мысалға, соны тауып алады. Мысалы, менің командам соны тауып алады. Сөйтіп. В общем, түсіндіңіздер деп ойлаймын. Тағы да сұрақтар болса, онда спонсорларыңызға қоя жатарсыздар.